Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна сіздерге қазіргі мектепке дейінгі балалардың ойындары мен ойын әрекеттері пәні бойынша дәріс оқимын. Бүгін бізде 13-ші лекция. 13-ші лекцияның тақырыбы заманауи цифрлық ойындар және олардың бала дамуына әсері. Осы тақырып аясында келесі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, заманауи цифрлық ойындар және олардың бала дамуына әсері. Екінші мәселе, балалардың цифрлық ойындарға қызығушылығының себептері, цифрлық ойындардың бала дамуына оң және теріс әсері. Осы мәселелер төңірегінде біз бүгін сөз қозғаймыз. Заманауи цифрлық ойындар қазіргі таңда цифрлық технологиялар балалардың өміріндегі ажырамас құралы болып табылады. Барлық салаға еніп отыр. Әсіресе балалар мен жасөспірімдердің күнделікті өмірінде көптеп қолданыста. Компьютерлік, мобилді және онлайн ойындар балалардың бос уақытын өткізу формасы ғана емес, олардың ойлау жүйесіне, мінез құлқына, эмоциялық және әлеуметтік дамуына ықпал ететін маңызды факторлардың бірі. Осыған байланысты заманауи цифрлық ойындардың бала дамуына тигізетін әсерін жан-жақты қарастыру өзекті мәселеге айналып отыр. Мектепке дейінгі педагогика заманауи цифрлық ойындар баланың когнитивтік, әлеуметтік, эмоционалдық және физикалық дамуына әсер ететін маңызды құралдарының бірі болып отыр. Бұл ойындар олардың қиялын, логикасын, есте сақтау қабілетін, тілдік дағдыларын, кейде қимыл қозғалыс қабілетін дамытуға бағытталған. Цифрлық ойындар бала дамуына әсеріне келер болсақ, қазіргі қоғамда ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы балалардың бос уақытын өткізу формаларына да өзгеріс енгізуде. Соның ішінде кең тараған құбылыстардың бірі бұл цифрлық ойындар. Цифрлық ойындар компьютер, смартфон, планшет немесе ойын консолі арқылы ойналатын интерактивті ойындар болып табылады. Бүгінгі балалар арасында танымал ойындарға біз Майнкрафт, Roblox, Fortnite сияқты ойындарды жатқызуға болады. Бұл ойындар тек көңіл көтеру құралы ғана емес, сонымен қатар белгілі бір деңгейде оқыту мен дағды функцияларын қалыптастырушы болып табылады. Балалардың цифрлық ойындарға қызығушылығының себептері, балалардың цифрлық ойындарға қызығудың бірнеше факторы бар. Біріншіден, технологияның дамуы ойындарды өте тартымды және қолжетімді етті. Смартфон мен компьютердің болуы балаларға кез келген уақытта ойын ойнауға мүмкіндік береді. Екіншіден, ойындардың визуалды дизайны, дыбыстық эффектілері және интерактивтілігі балалардың назарын өзіне тартады. Сонымен қатар көптеген ойындарда әлеуметтік элементтер бар. Яғни балалар басқа ойыншылармен байланыс орнатып, бірге ойнайды. Цифрлық ойындардың бала дамуына әсеріне келер болсақ, біріншіден, когнитивтік даму тұрғысында заманауи ойындар баланың ойлау қабілетін, зейінін, есте сақтау және проблема шешу дағдыларын жетілдіреді. Мысалы, логикалық тапсырмаларды сәйкестендіру, сандық немесе пішіндік есептер арқылы бала ойлау әрекетін жүйелейді. Қателерді түзей білуге, қорытынды шығаруға қабілетін дамытады. Екіншіден, тілдік және коммуникациялық даму аспектісі. Көптеген цифрлық ойындарда балаларға тапсырмалар мәтін немесе дауыстық нұсқаулар арқылы беріледі. Бұл олардың сөздік қорын байытуға, дұрыс сөйлеуге дағдыларын жетілдіруге, ойларын жүйелі түрде жеткізуге септігін тигізеді. Ал енді жалпы біз
біз келесі ойынның балаларға әсеріне келер болсақ, үшіншіден ойын балаларға эмоциялық және әлеуметтік даму факторы болып табылады. Цифрлық ойындарда бала өз әрекетінің нәтижесін дереу көреді. Бұл эмоционалды реакцияны қалыптастырады. Қуаныш, қызығушылық, жеңіске жету сезімін тудырады. Топтық цифрлық ойындарда балаларға бірге әрекет етуді, кезек күту, ынтымақтастыққа үйретеді. Яғни бала топпен жұмыс істеуге дағдыланады. Әлеуметтік дағдысы қалыптасады. Төртіншіден, қиял мен шығармашылық қабілетін дамыту. Заманауи цифрлық ойындар кейде балаларға өз әлемін құруға, кейіпкерлерді таңдап, сюжет құруға мүмкіндік береді. Мұндай ойындар балаға шығармашылық белсенділікті жүзеге асыруға жағдай жасайды. Қиялын, бейнелеу қабілетін және еркін ойлауын дамытады. Яғни балада ой еркіндігі шыңдалады десек болады. Мысалға оған түрлі цифрлық ойындар баланың жаңа қырларын дамытуға, жаңадан шығармашылық қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді. Кейбір цифрлық ойындар қимыл қозғалыс элементтерінде қамтиды. Яғни цифрлық ойындарды ойнау барысында бала кейбір қол болмаса аяқ іс-әрекеттерін жасайды. Мысалы, сенсорлық экрандарды қолдану, қозғалыс арқылы әрекет жасау, виртуалды объектілерді басқару баланың моторикасын, координациясын дамытуға ықпал етеді. Бұл әсіресе мектеп жасына дейінгі балалар үшін маңызды. Себебі олар үшін физикалық белсенділік пен қозғалыс ойынның негізгі бөлігі болып табылады. Алайда педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, заманауи цифрлық ойындар баланың дамуына тек белгілі бір шектеу уақыт көлемінде ғана пайдалану керек. Оларды дұрыс таңдау, яғни ойынның тәрбиелік мәнін ұғыну қажетпіз. Сонымен қатар уақытты, нақты белгілі бір уақытты ғана тағайындау қажетпіз. Педагогикалық бағытын ескеруіміз тиіспіз. Ойын мазмұнын дербес бейіндеп алу керек педагог. Әр баланың қызығушылығын, жас ерекшелігін және даму деңгейін ескеруі тиіс. Сонда ғана цифрлық ойындар бала дамуына оң әсер етеді. Шығармашылық, когнитивтік, әлеуметтік және эмоционалды қабілеттерін кешенді түрде жетілдіреді. Заманауи цифрлық ойындар мектеп жасына дейінгі балалар үшін оқыту мен ойын әрекетін біріктіретін тиімді құрал болып табылады. Олар когнитивтік ойлау, тілдік дағдылар мен қиял мен шығармашылық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына әсер етеді. Жалпы цифрлық ойындар бізде тек қана баланың жан-жақты дамуына емес, сонымен қатар кері тұстары да бар. Цифрлық ойындардың кері әсеріне келер болсақ, бірінші тәуелділік қаупі, ұзақ уақыт ойнауы баланың. Ойынға тәуелділіктің қалыптасуы. Екіншіден, оқу мотивациясының төмендеуі, күн тәртібінің бұзылуына әкеледі. Баланың шынайы өмірдегі қызығушылықтар біртіндеп азаю мүмкін. Физикалық денсаулыққа әсеріне келер болсақ, цифрлық ойындарды көп ойнау көру қабілетінің нашарлауына, омыртқа және бұлшық ет проблемаларына, қозғалыс белсенділігінің төмендеуіне себеп болады. Бұл әсіресе мектеп жасына дейінгі балалар үшін өте қауіпті дүние болып табылады. Сондықтан да әр педагог тәрбиеші әр уақытта цифрлық құралдарды, цифрлық ойындарды пайдаланған кезде осы тұстарды да ескеруі қажет. Психологиялық және эмоциялық әсеріне келер болсақ, кейбір агрессивті мазмұндағы ойындар баланың ашушаң болуына, агрессивті мінез құлықтың қалыптасуына, қорқыныш пен мазасыздықтың артуына әсер етуі мүмкін. Әлеуметтік оқшаулану. Егер бала ойынға шамадан тыс уақыт бөлсе, ол отбасымен қарым-қатынасты азайтады. Достарымен бетпе-бет араласудан қашады. Жалғыздық сезімін бастан кешіруі де мүмкін.
Жалпы қорыта айтқанда цифрлық ойындар да баланың когнитивтік, тілдік, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Дегенмен цифрлық технологияларды қолдану педагогикалық бақылау мен уақыт шектеуін талап етеді. Дұрыс ұйымдастырылған ойын әрекеті әр баланың жеке мүмкіндігін ашуға және табысқа жетуіне көмектеседі. Сондықтан да осы жоғарыдағы аталған мәселелерді міндетті түрде біз ескеруіміз қажет. Осымен біздің лекциямыз тамамдалды. Лекция тақырыбына қарай осы әдебиеттерді пайдалансаңыздар болады. Назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.